жылы болған кезде қорқынышты бір жаратылыспен кездескен ұлы сахаба бар. Ол Тамим ибн Аус ад-Дари радиаллаху анху аль-Фалестини, Палестинада туылған. Палестина білесіздер, қазір қай жер? Шам жері. Қазір ол жер әлі күнге дейін жаңағы астан кестеннің астында. Сол Тамим ибн Аус ад-Дари пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жанына исламды қабылдауға келіп жүрген 9 жыл хижреттің. Бұл қалай болды? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам имам Муслимде келген хадисінде Фатима бинт Қайс радиаллаху анха риуаят етеді хадисті. Bir күні пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бірге біз барлығын жамағат намазына шақырдық. Сөйтіп барлығымыз жамағат намазына қалмай келдік. Демек бірдеңе маңызды бір нәрсе бар деп келдік дейді. Келсек намазды оқып бітіргеннен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам орнына тұрды да барлығың отырған жерлерінде қалыңдар, жыбырламаңдар деп айтты. Сөйтті де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бүгін менің алдыма ей жамағат, менің алдыма бүгін христиан жігіт келіп исламды қабылдады дейді. Тамим ибн Аус ад-Дари деген кісі, мына кісі міне. Пайғамбар өзі мінберде тұрып көрсетті. Мына кісі менің алдыма келіп исламды қабылдап жатыр бүгін дейді. Бірақ бұның басында болған бір керемет оқиға бар дейді. Соны тыңдаңдар дейді. Сонымен Тамим ибн Аус радиаллаху анху оқиғаны баяндап кетеді. Біз Шам жерінен шыққан, яғни Палестина, бұл Палестина қазір Жерорта теңізінің несінде, жағалауында. Содан біз 30 адам болып кемемен шықтық дейді. Кемемен біз шыққаннан кейін бірнеше күн жүргеннен кейін дауыл басталды дейді жаңағы теңізде. Сол дауылмен арпалысып бір ай кетіп қалыппыз дейді. Білмейміз қай кетіп қалғанымыз. Біз неден айырылып қалдық дейді? Контроль дейді ғой, жаңағы бағыт бағдарымыздан айырылып қалдық дейді. Сонымен бір аралға келіп тоқтадық әйтеуір. Сол аралға келіп әйтеуір аман есен жаңа қайық аударылды, бірдеңе қылды. Келсек, сол аралда Жассаса дейді, бұл хадис Жассаса деп аталады, атақты хадис. Жаңағы бір тыңшыны көрдік дейді. Алды да арты да жүн басып кеткен. Алды да арты да жүн басып кеткен. Мынау бір жаңа айтады ғой, бұны түсіндірген ғалымдар айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өміріндегі ең маңызды мынау сахаба осы кісі болған дейді. Өйткені бұған дейінгі оқиғаның барлығын кім айтқан? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға айтқан дейді. Енді мынау дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдында тұрып бәріне айтып жатыр дейді. Өте бір маңызды оқиға дейді демек. Сонымен біз жаңағы сендер кімсіңдер деп айттық. Біз осылай бір адасып осы жаққа келдік. Жақсы келдіңдер сендер дейді. Сендерді ана үңгірде күтіп отыр дейді. Кім күтіп отыр? Барғасын көресің дейді. Жаңағы жүн басып кеткен Жассаса деген тыңшы. Барғасын көресің дейді. Біз сөйтіп барлығымыз дереу үңгірге бардық. Үңгірге барсақ, мойны мен қолы дейді, тізесі мен тобығы бірге кісенделген біреуді дәу алып бір жаратылыс көрдік дейді. Сорың құрғы сен кімсің деп айттық. Мені қоя тұрыңдар дейді. Өздерің кімсіңдер? Біз баяндадық дейді. Осылай да осылай жаңа 30 адам болып шықтық Палестинадан, адасы осы жаққа түсіп қалдық дейді. Жаңағы кісі енді осылай келдік, сенің алдынан келіп тұрмыз дейді ғой енді. Жаңағы айтады, олай болатын болса сендер әлгі тараптан келгендерсіңдер ғой, Шамтан. Маған онда Бисанның құрмасы жайында айтып беріңдерші деп айтады. Бисан деген бұл Палестинадағы, қазіргі Палестина мемлекетіндегі қала. Біздің Сұлтан Бейбарыс атамыз сол жерде монғолдармен соғысқан. Айын Жалут деген тарихтағы ұлы шайқас сол Бисан қаласында болған. Ол жер керемет құрма бақтары бар, нелер. Сол айтып жатыр, маған Бисанның құрмалары туралы айтып беріңізші дейді. Оның несін сұрап жатсың біздің? Ол жеміс беріп тұр ма дейді. Иә, керемет, мол жеміс, өлім алып жатыр адамдар. Онда ол құрудың алдында тұр деп айтады дейді жаңағы. Бисанның құрмалары құрудың алдында тұр деп айтады дейді. Біз оқуда жүрген кезде Иорданияда Аль-Мамлака деген канал бар, телеканал. Сол телеканалдан шығарды, Бисанның құрмалары жеміс бермей жатыр деді. Бисанның құрмалары баяғыдай жеміс бермей жатыр деп телевизорден шығарып жатты, жаңалықтардан. Жақсы деді. Одан кейін маған Табария көлі туралы айтыңдаршы дейді жаңағы. Кісенді өліп отқанша. Табария деген енді орысша Тверия деп айтады. Зерттейтін адамдар болса әдейі айтып кетіп жатырмын. Табария десеңіздер таппайсыздар, Тверия деп жазсаңыздар табасыздар. Табария Шам жеріндегі, жер бетіндегі ең
Азб дейді жаңағы тұщы су, ішуге жарамды тұщы су Табария көлінде. Оған Иордан өзені, Ярмук өзені келіп құяды жаңағы неге, Табария көліне. Сол Табария көл, оның несін сұрайсың дейді. Ол көлде су бар ма дейді. Я, ол көлде су бар, адамдар онымен егістіктерін суарып жатыр. Онда ол жақын арада құрғаудың алдында тұр дейді. Мына шошып кетеді. Бұл қалай болды? Өздері көріп жүр ғой енді. Енді Раббыңның саған берген нығметін айта жүр дейді ғой. Бізге Алла Тағала нәсіп етті, былай алдында тұрып көрдік Табария көлін. Иорданияның шекарасында, Палестинамен шекарасында Табария көлі орналасқан. Бұлай екі мемлекеттің ортасын Иордания өзені бөліп жатыр. Үлкен су, содан кішкентай аралдар пайда болып жатыр жаңағы көлден ше. Табария көлі. Ол деген арал қашан пайда болады? Көл кеткен кезде параллельно. Біздің арал теңізі кеткен кезде аралдар пайда болып қалды, дұрыс па? Үлкен қазір барлық арал болып кетті ғой. Теңіз қалған жоқ қой. Сол сияқты ол құрудың алдында, құрғаудың алдында тұр дейді. Жақсы. Маған Зағардың бұлағы жайында айтыңдаршы дейді. Зағар деген Құдыстың қасындағы 3 күндік жердегі жаңағы атқылап тұрған бұлақтар жердің. Оның несін тұрайды? Онымен адамдар жаңағы жемісін суарып жатыр ма? Суарып жатыр, ағып жатыр, жаңағы бұлақтан су шығып жатыр дейді. Сонда ол бұлақ жақын арада кебудің алдында тұр дейді, құрғаудың алдында, су тартылудың алдында. Жақсы. Маған соңғы келген пайғамбар туралы айтыңдаршы деп айтады дейді жаңағы. Оның несін сұрайсың? Ол арабтармен соғысты ма дейді. Арабтармен соғысты, не істеді? Жеңді, қазір Ясрибте тұрып жатыр. Қазір арабтың тайпалары біртіндеп барып оның алдына исламды қабылдап жатыр дейді. Сөйтсе анау айтады дейді. Солар үшін негізі соған бару қайырлы деп айтады дейді аналар. Адамдар үшін сол пайғамбардың алдына бару қайырлы деп айтады дейді. Ал енді өзіме келетін болсам дейді, мен Мәсіх Даджалмын дейді. Даджал. Мәсіх деген сөз сипау деген. Даджал деген өтірікші деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, Даджал адамзат баласы жаратылғаннан бергі келетін ең ұлы фитна бүлік дейді. Ең ұлы сынақ. Даджалдың сынағы. Сол міне мен Даджалмын, Мәсіхпін. Мәсіх деген сөз сүрту деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтады, ол бір көзін сүртіп не істеп қалған дейді, бір көзінен айырылып қалған дейді. Бір көзі солған жүзім сияқты, ол бір көзді болады дейді. Оның маңдайында кәфір деген жазу болады, оны арабша білетін де, білмейтін де кез келген мұсылман оқи алады дейді. Мен Мәсіхпін дейді. Мен өзімнің шығуыма рұқсат берілердің алдында тұрмын дейді. Аз қалып тұрмаған дейді. Сол кезде 1400, қазір 9 жыл алатын болсақ, 1433 жыл бұрын айтқан екен ол. 1433 жыл бұрын айтқан, мен шығудың алдында тұрмын деп айтқан екен Даджал. Мен шығамын дейді мына жерде. Сөйтіп жердің бетін 40 күнде айналып шығамын дейді. Алғашқы бірінші күнім бір жыл сияқты, екінші күнім бір ай сияқты, үшінші күнім бір апта сияқты. Қалған күндерімнің барлығы сендердің күндерің сияқты өтеді дейді. Мен кірмеген жердің бетінде қала қалмайды, Мекке мен Тайибадан басқа дейді. Мекке түсінікті, Тайиба бұл Мәдина. Жер бетіндегі ең таза қала деген Тайиба деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қаласы. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кімнің сөзін бөлді дейді ғой? Жаңағы Тамим ад-Даридің сөзін бөлді де қолындағы таяқпен мінбәрін ұрды дейді. Бұл Тайиба деп айтты. Тағы ұрды. Бұл Тайиба деп айтты сахабалар. Үшінші рет ұрды. Бұл Тайиба, бұл Мәдина деп айтты. Бұл жерге шайтан Даджал кіре алмайды деп айтты дейді пайғамбар. Қашан ол жерге кірігуді қаласам дейді Даджал айтады екен. Ол жерде қылышын жалаңдатқан екі қаланың періштелері мені кіргізбейді деп айтады екен. Жалпы сол Тамим ибн Аус ад-Дари өзінің қасындағы бауыры Нуайман ибн Аус ад-Дари екеуі ағайынды ғой, екеуі келіп исламды қабылдайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұның әңгімесін растайды, сахабалар оның әңгімесін растайды, демек ол Даджал болады деген сөз. Ең алғашқы Даджал туралы ескерткен адамзатқа кім еді? Нұх пайғамбар еді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Және мен сендерге ең соңғы пайғамбармын, ол туралы ескертіп тұрған дейді. Біліп қойыңдар, оның бір көзі солып қалған жүзім сияқты, сендердің раббыларың одан пәк дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Біз Алла Тағаланы, ол Алламын деп келеді ғой, Құдаймын деп келеді жердің бетіне. Көрдіңіз ба? Сөйтіп ылаң салады жердің бетіне. Қайсы бірін кездесіп қалсаңдар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, оған Кахф сүресінің алғашқы 10 аятын оқып құтылыңдар дейді. Тамим ибн Аус ад-Дари осы исламды қабылдағаннан кейін дейді,
сахабалардың ішінде ең кеш исламды қабылдаған кісі болды. Пайғамбар өлуіне бір-ақ жыл қалды. Бірақ ең әулие сахабаға айналды дейді, қараңыздар. Өте көп намаз оқитын болған дейді, тахаджуд намазы. Өте көп ораза ұстайтын болған дейді. Және бір аятпен таң атыратын болған дейді, субханалла. Бір аятты оқып таң атыратын болған дейді. Бұл мына Құран кәрімдегі Жасия деген сүре бар. Сол Жасия сүресінің 21-ші аятын оқиды екен. Мен сіздерге оқып берейін. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ам хасибаллазина ижтараху ас-сайyiati an naj'alahum kalladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun дейді Алла Тағала аятта. Осы аятты оқиды екен да бір аятпен таң атырады екен. Біз бір парамен таң атыра алмайдық қой қазір тарауықта, дұрыс па? Бұл кісі жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға сол Мәдинада тұрды, сол жерде қалды. Тұңғыш рет естеріңізде болып жүрсін, тұңғыш рет пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мешітіне ең қымбат шам әкеліп жаққан кісі осы екен. Енді ертең сіздер біліп жүресіздер, тұңғыш рет пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мешітін нұрландырған кісі кім? Тамим ибн Аус ад-Дари. Тамим ад-Дари деген атақты. Мынадай жарық қоя, мынаны да біреулер әкеліп жарық қылып отыр ғой, дұрыс па? Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол кезге дейінгі мешітін ешкім істемеген екен, жарық қылып. Майшам ол замандағы ең қымбат зат болған ғой. Майшам шамнан әкелетін болған майшамды. Оны бір намазда жағып қою біраз майшамды алады ғой, дұрыс па? Ол күн сайын мешітті жағып қылатын болған дейді. Тамим ад-Дари. Аллаху акбар. Қандай? Және тұңғыш рет пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға мінбар жасап берген кісі дейді. Бұған дейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қай уағыз айтты? Анау тал бар ғой, білесіздер, қиссасы бар тал. Жылайтын тал, құрма талы. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам соның үстінде тұратын еді ғой. Міне Тамим ад-Дари сол талдан мынадай орын ауыстырып мінбар жасап берген екен. Жаңа тал жылайды, бір күні бір аңыраған, боздаған бір ботаның дауысы шығады, сахабалар бәрі жан-жаққа қарайды, жылап жатқан ешкім жоқ. Сөйтсе жаңағы құрма тал екен ғой пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қасында жылап жатқан, мұғжиза ғой пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кішкентай баланы жұбатқандығы сияқты жұбатты дейді. Андай құшағына алып. Сонда құрма тал айтыпты, мені тастап өзге ағашқа кетіп бара жатсың деп айтты дейді. Жаңағы өзге талдың ағашына кетіп бара жатсың дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам егер де оны тоқтатпағанда дейді, онда ол қиямет күніне дейін сол дауыспен қалатын еді дейді, боздаған. Ананы тоқтатқан екен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Міне сол алғаш рет мінбар жасап берген. Міне мінбар қазір пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті болып қалды. Бұл ешкімнің тағы емес. Жаңа бір келіп біздің Емекең айтады дейді ғой, Емеке тағыңды краскелеп берейін ба деп айтады дейді. Бұл тағы емес, бұл шатасты, бұл мінбар, бұл аманат, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның аманаты. Бұған кім болса сол шыға алмайды бұған. Көрдіңіз бе, Даридің, Омардың өзі радиаллаху анху аузына шықпаған Тамим ад-Даридің әулиелігіне. Енді мына одан кейін сол пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін Мәдинада тұрды, Абу Бәкірдің заманында тұрды, Омардың заманында тұрды. Осман радиаллаху анху өлтірілді ғой, қолдан өлтірілді, мойнынан бауыздалып өлтірілді. Османның өлімінен кейін Палестинаға кетіп қалған екен Тамим ад-Дари радиаллаху анху. Сөйтіп сол жерде қалған өмірін сүрген. Сол Палестинада отырған кезде бір күні табиғиндар келді дейді ғой, бір топ табиғин. Бұл өзі ауласында отырып, сұлы бар ғой, сұлы бидай дейміз ғой, дақылдар. Не деп айтады бізде, дұрыс па? Дақыл ғой. Дәнді дақылдар дейді, дұрыс па? Сол сұлы арпа бидай. Соны қолмен үгітіп, ананың жапырағынан дәнін ажыратып отыр дейді. Сонда жаңа табиғиндар келеді айтады ғой, былай берсең де жебіреді ғой, мал ғой дейді. Жылқысына ажыратып отыр екен. Сонда үндеме дейді. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан естіген хабарда ол былай деп айтты. Пайғамбар саллаллаху былай деп айтты. Малға берілген әрбір тазаланып берілген дақылға бір сауап жазылады деп айтты. Соны ерінбей ажыратып беріп отырмын жапырағынан дәнін дейді. Әрбір дәнге малға берілген. Біз жесең же, жемесең же, аузына лақтырып алды. Мал ғой, әйтеуір өзі жейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи әрбір нәрсеге мән бергендігі да, әрбір нәрсеге пайғамбар саллаллаху алейхи енді малға істеген жақсылығына бір сауап болатын болса, онда ең құрметті жаратылыс адамға істеген жақсылығың туралы онда ойланбай ақ қой онда. Кетті ғой онда. Сөйтіп айтқан кезде табиғиндар ұялып қалған екен. Бекер айтты ғой бұл әңгімені деп. Өйткені олар пайғамбар саллаллаху алейхи көрген жоқ. Міне сол хадисті риуаят еткен кісі кім екен? Осы Тамим ад-Дари, Муауия ибн Абу Суфиянның заманында, хижреттің 40-шы жылы болу керек. Сол кезде дүниеден өткен екен, Шам жерінде. Өзінің
Құдыстың қасында қазір қабірі бар. Палестина жеріне барсаңыздар, Тамим әд-Даридің қабірін кездестіресіздер. Әлі күнге дейін бар ол кісінің қабірі.